Шырмалған тағдыр 22 бөлімі. Мәдиде анасына мұңын шақты. Ана, мен барлығыдан шаршап кеттім. Қызым, сен басқа біреуге ғашықсың ба? Ахметке емес, деді. Ана, ештеңе сұрамаңызшы. Жарай ма, деді. Анасы біреуге ғашық болғанын білді. Нермин Қазымды төсекке сүйремекші болғанда, оның анаша шегіп алғанын біліп, сен сонда мынау болмаса, күйеуіңе жақындай алмайсың ба? Сен қалай өзгермекшісің, деп Қазым ашуланып кетті. Шермен ханым қызының жағдайы жақсы екенін көріп көңілі көншіді. Нермин қонақ үйдегі Әлиге хабарласып, Мәдижені ол жерден құрт, тентіретіп жібер. Қайда барса онда барсын, деп айтты. Сол кезде Жихангер келіп, сен не істеп жүрсің, деді. Әли Мәдижені шақырып, қонақ үйдің ақшасын төле, қасыңа жатқан адамның да және де өзіңнің де, деді. Кешке дейін уақыт берем, деді. Мәдиже сабыр деп, өзін сабырға шақырып кетіп бара жатты. Нермин Қазымға галстугын таңдап жұмысқа шығарып салмақшы. Сара Мәдижеге біздің үйге келіп тұрыңдар. Басқа қайда барасың? Болмаса қонақ үйдің ақшасын да берейін. Жоқ, керек емес, рахмет. Мен өзіме арзан қонақ үй іздеймін, деді. Ахмет Қазымға келіп, сен Мәдижеге хат жазып беріп, маған солай қаратып берші, деді. Жоқ, ол мүмкін емес, деді Қазым. Мәрт Семиннің бейнетаспасын таба алмады. Қазым ішіктің шармандасын шығарып құртпақшы болғанда, ол істері іске аса алмай тұр. Мәрт, 24 сағат уақыт берем, айтпесе бұрынғы қалпыңа келесің, деді. Қазым психологқа келді. Ал психолог, сіз Ахметке Мәдижені не үшін әпермекшісіз? Оны өзіңізге дәлелдеу үшін бе, әлде маған дәлелдеу үшін бе, деді. Сол кезде Қазымның өңі бозылып кетті. Мәдиже пәтер іздеп жүрді. Пәтер таппай әлекке түсіп жүрген кезде оған Ахмет хабарлама жазып жатты. Сера Ахметке хабарласып жолығайық, деді. Мәдиже бір қонақ үйге келгенде бір кішкентай қызды көрді, және де оның қолы жараланғанын, ұрланғанын білді. Ахметке Сера келді. Екеуі жоғары көтеріліп, бұрынғы шақтарын еске алмақшы, яғни бір төсекте. Зафер Қазымға не болған түсінбей әлек. Нермин Қазымның барып жүрген психологына келді. Ол психолог, Нермин ханым, сізді қабылдай алмаймын, сізге деген уақытым жоқ, деді. 1 минут уақыт бөліңізші, мен ана бола алам ба, деді. Әрбір әйел ана болуға лайықты, деді. Қазым кекештеніп қалған қонақ үйдің иесін іздеді, және де Мәдижені қамап қойғанда Мәдижені барып тауып алды. Оны көрген Мәдиже түсінбей әлек. Ал Қазым болса Мәдижеге, мені Ахмет жіберді, мен осында жүрген едім, деді. Ахмет Мәдижеге, барлық жақсы ма, мен барайын ба, деді. Жоқ, керек емес, мен бүгін демалуым керек, шаршап тұрмын, деді. Ал Мәдиже Қазымға, бұл қалай болғаны, қалай кездейсоқтық, деді. Ал Мәдиже Сараға барлығын айтып берді. Бір кішкентай қыз барын, және де оны құтқару керектігін айтты. Барлығынан шаршағанын да айтты. Мені Қазым Ахметке үйлендірмекші, деді. Не деп түсінбей қалды. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп кетеміз.